Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен қазіргі кезде көптеген аналар, босанғаннан кейінгі аналар жалпы не тамақтану керек, қандай тағамдар жеу керек, және де нені жемеу керек, сол жөнінде қиналып жатады. Және де сол қарапайым сұраққа сіздерге осы видеомда жауап беретін боламын. Және де оны осындай 10 кеңесімен түсіндіремін. Бірінші кеңесім бұл медициналық ғылымдардың дәлелдеуі бойынша ешқандай диетаны ұстамау. Диетаны көп ұстану және де егер де жүктілікке дейін де сіз мысалы диета ұстансаңыз, онда босанғаннан кейін балаңыз үшін ең болмағанда балаңыз үшін диетаны ұстанбауыңызды сұраймын. Бұл сіздің организміңізге де және де балаға да өте зиян болып келеді. Екінші кеңесім әртүрлі тағамдармен эксперимент жасамау. Яғни сіз жүктілікке дейін немесе жүктілік кезінде ол тағамдарды жемедіңіз, яғни мүлдем жеп көрмедіңіз делік. Сол себепті жүктіліктен кейін де сол қандай тағамды жеп жүрсіз, осыған дейін сол тағамдарды жеуіңіз керек. Өйткені ол организмге бірінші рет түскеннен кейін сізге жақпай қалуы мүмкін, сәйкесінше ол сүт арқылы балаға да өзіндік кері әсерін тигізеді. Үшінші, бұл деп отырғанымыз ешқандай зиянды әдеттерді ұстанбау, яғни темекі шегу, алкоголь тұтыну секілді. Егер де алкогольді тұтынатын болсаңыз, бұл деп отырғанымыз баланың тыныс алу жүйесіне тікелей әсер етеді. Кейін алдағы уақыттарда балада түрлі тыныс алу жолдарының аурулары дамуы мүмкін, және де бұл өте зиян болып табылады. Және де өзіңіздің организміңізге де алкоголь ең басты без, организмде үлкен без бауырға кері әсерін тигізеді. Сол үшін барынша зиянды әдеттерден аулақ болуымыз керек. Төртінші кеңесім бұл организмге негізінен кофеиннің түсуін шектеу. Күніне максимум 3 чашка кофе ішкен дұрыс, бірақ та одан да көп чашка кофе ішу бұл организмге сәйкесінше балаға да кері әсерін тигізеді. Ол стресске, кейіннен артынша дұрыс ұйықтамауға, дұрыс ұйқының қанбауы, стресске, және де артынша басқа да дұрыс емес асқынуларға келіп соқтыруы мүмкін. Ал балаға бұл көбінесе бала түнімен ұйықтамайтын болады, және де мазасыз болады. Сәйкесінше бұл сіздің де мазаңызды кетіреді. Сол себепті барынша кофеден осы во время кормления, яғни тамақтандыру кезеңінде баланы барынша кофеден аулақ болған дұрыс. Одан бөлек бізде қазіргі Қазақстанда ондай теңіз өнімдеріне доступ, яғни ондай қолжетімді емес, бірақ та барынша тырысып күнделікті теңіз өнімдерін жеген дұрыс. Жалпы күніне организмге әйел адамға осы жүкті әйелге, немесе жүктіліктен кейінгі босанған әйелге 300 грамм теңіз өнімдері түсіп отыру керек. Яғни бұл жалпы теңіз өнімдерінің құрамында организмге керекті витаминдер өте көп, яғни витамин Е, витамин А секілді, және де олар майда еритін витаминдер, және де организмге олар өте керекті. Соған байланысты бұны біз теңіз өнімдерінен ғана ала аламыз. Ал балықты айтатын болсам, балықты барынша абай болған дұрыс, өйткені ол көбінесе аллергия шақыруға бейім өнім болып табылады. Бірақ та балықтың құрамында біз білетін омега-3 және де Д витамині және Е витамині өте көп мөлшерде болады. Егер де осыған дейін де балықты жеп жақсы көретін болсаңыз, онда жүктіліктен кейін де жеуіңізге ұсыныс беретін едім. Одан бөлек 6-шы кеңесім жалпы толық полноценді, толық түрде тамақтану. Яғни барлық тағамдарды әртүрлі мөлшерде күнделікті жеп, өзіңізді ешқандай аш қалдырмау керексіз. Яғни бұл баланың өсуіне де және уақытылы дамуына да жақсы әсерін тигізетін болады. Сәйкесінше сізде барынша стресстен аулақ боласыз, көбінесе жақсы көңіл күйде боласыз. Ешқандай тағамнан шектемей, әртүрлі тағамдарды жеп отыруыңыз керек. Күніне жалпы 400-500 килокалориядан тамақ түсіп отыру керек. Бұл жүкті әйелдердің кәрімгі әйелдерге қарағанда көп мөлшерде тамақты тұтынуы осыған байланысты болып табылады. Жалпы көп одан кейінгі кеңес аш қалмау керек, аш болмау керек. Қазіргі кезде көп әйелдер босанғаннан кейін өздерінің фигураларына қарап, жалпы баланың
баладан көрі өздерін қатты ойлап дұрыс тамақтанбайды, аш болады, және де сәйкесінше күнде салмақ тастағанымен баланың организмі дұрыс дамымайды. Яғни балаға керекті ең басты витамин В тобының витаминдері, олардың ішінде витамин В6, В9, және де В12 витаминдері және витамин А, Е, осылардың барлығы организмге жетіспегеннен, балаға түспегеннен балада басқа да асқынулар, босанғаннан кейінгі асқынулар дамуы мүмкін. Және де аш қалудың тағы бір несі, мен осы мысалы бала сізді емген сайын дұрыс ембесе, бұл сіздің де гормоналдық жалпы түзілістердің жалпы нормалануына балансқа дұрыс түспегендіктен гормоналдық бұзылыстар болады. Одан бөлек жалпы гормоналдық бұзылыстардан бөлек, мысалы бізде босанғаннан кейін бала емген кезде матка, яғни жатыр жиырылады. Егер де дұрыс ембейтін болса, бізде маткада дұрыс жиырылмай босаңсып сылбыр болады. Бұл кейін артынша қан кетулердің дамуына әкелуі мүмкін. Және 9-шы кеңесім. 9-шы кеңесте айтатыным осы тамақтық қосындылар, яғни оларға қазіргі кезде айтылып жатқан көптеген микроэлементтер және витаминдерді қабылдау болып табылады. Яғни олардың ішінде қазіргі кезде көбінесе витамин Д және магний элементтері, одан бөлек басқа да витаминнің түрлері, витамин С секілді добавкалар бар. Оларды мүлдем тоқтатып таста деп айтпаймын, оларды мөлшерімен, дозасымен босанғаннан кейін де қабылдай берсеңіздер болады. Және соңғысы бұл тұрақты мөлшерде сұйықтықты ішу, яғни организмде біз баланы сүтпен емізетін болғандықтан ол сұйық өнім, яғни сәйкесінше бізге организмге соншалықты сұйық өнім керек. Яғни баланы біз баланы дұрыс тамақтандыру үшін. Сол үшін көптеген сорпа, сүт, одан бөлек кәдімгі су, қайнаған су секілді сұйықтықтарды көп ішіп отырған дұрыс. Және де сүт өнімдерін барынша көп қолданған дұрыс. Яғни организмде бізде кальций өте көп мөлшерде керек. Соған байланысты кальций қазіргі кезде добавка түрінде де бар. Одан бөлек жалпы осындай тағамдардың құрамында бар. Яғни сүт, айран, қымыз, шұбат, яғни одан бөлек сүзбе, ірімшік деген секілді. Және де осыларды көбірек тұтынатын болса, күнделікті мөлшерде сүт өнімдерін қолдансақ, бұл да сәйкесінше бізде организмде кальцийдің жетіспеушілігінен алдын алып отырады. Кальций жетіспесе бізде сүйектеріміз сынғыш болады, және де артынша тістеріміздің түсуіне де, және де басқа да бұзылыстардың әкелуіне себепші болуы мүмкін. Жалпы бүгінгі видеом түсінікті болды деп ойлаймын. Одан бөлек неден аулақ болу керек? Түрлі консерванттары бар тағамдардан, тәттілерден, маринадталған тағы басқадандай қосындылардан, және де ащы тағамдардан, одан бөлек көкөністерден, мысалы сарымсақ, жуа дегендерді барынша шектеген дұрыс, өйткені бұл ас қорыту жүйесіне кері әсерін тигізетін болады. Бүгінгі видеом жалпы бала емізетін аналарға түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда да жалпы барынша ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы және де Дана Денсаулыққа каналы. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.